Бұған дейінгі бағдарламада Нұртас Адамбайдың психологиялық триллер жанрындағы лифт фильмін таспалауға кіріскенін айтқан едік. Енді міне біздің арнаның тілшілері түсірілім алаңына барып, бар жағдайды көріп, картинаның негізгі мазмұнын біліп қайтты. Табиғаты екі түрлі адам лифтте бірнеше күнге тұрып қалады. Осындай жағдайда көзқарасы сай келмейтін жандардың арасында қандай жағдай орын алатыны осы фильмнің негізгі оқиғасы. Дегенмен фильмнің желісі тек лифттің ішінде ғана өрбімейді. Біздің кейіпкерлеріміздің болмысын өткенді еске түсірумен ашамыз. Оларды не мазалайтын, не ойландыратынын көрсетеміз. Фильмде Жандос Айбасов, Іспек Әбілмәжіновтер басты рөлдерді сомдайды. Айта кетейік, Іспек мырза Нұртастың «Побег из аула» операция махаббат картинасында да түскен еді. Тәжірибесі мол актер үшін бұл рөлі оңайға соқпай жатыр екен. Жаңа рөлім оңай деп айта алмаймын. Себебі сценарийде бірде былай, бірде басқаша. Кейде жылайды, төбелеседі, ауырады, мейірімге толы. Көп қырлы десем де болады. Осы тұрғыдан қиын. Дегенмен біз актер болғандықтан ойнауға тиістіміз. Осындай маманға жаңа рөлі оңайға соқпаса, Жандос өз рөлін қалай алып шығар екен? Оны әрине картина жарыққа шыққан кезде біле жатармыз. Айтпақшы, өткен жолы Нұртас арнамызға берген сұхбатында демеушілердің қажет екенін айтқан болатын. Сөйтсек, оларда әлі күнге таппапты. Ештеңеге қарамастан біздің шағын жеке студиямыз таспалап жатыр. Шынымды айтсам, қол ұшын беремін деген жандар болды. Бірақ көмектеспеді. Бәлкім бір жағдайлар болып қалған шығар. Дегенмен еңсемізді түсірмейміз. Бұйыртса түсірілімді бір аптада аяқтаймыз. Фильмнің түсірілімі бір аптадан соң біткенімен тек күзде ғана үлкен экранға жол тартады. Ендеше күтейік.